Елордада белгілі спорт шеберлері жанкүйерлерімен кездесті. Естелік ретінде қолтаңба берді. Осылайша халыққа етене жақын болып қана қоймай, өскелең ұрпақты бұқаралық спортпен шұғылдануға шақырды. Спорттық жекпе-жек және күш қолданылатын спорт түрлері конфедерациясы ұйымдастырған шараға кәсіпқой боксшылар Серік Сапиев, Әділбек Ниязымбетов пен Данияр Елеусінов қатысты. Біз рингке шыққан кезде еліміз біз үшін жаңағы жанкүйер болып, барлық жаңағы өзінің ниетін біздерге айтып отыр. Бізге ол үлкен қуаныш. Сондықтан олар қазір халқымыз, еліміз осылай шақырып тұрса, біз әрқашан дайынбыз. Жаңағындай қолтаңба беруге, басқа суретке түсуге болсын. Осы жылы бізде Азия ойындары болады, Корея қаласында, Емшқан деген қаласында. Соған дайындықтың үстіндеміз. Мен Серік Сапиевтен қолтаңба алдым. Мен өскенде Серік Сапиев сияқты чемпион болғым келеді. Мен карате спортымен шұғылданамын.